Түркістан облысы Сайрам ауданына қарасты Ақбұлақ ауылы табиғаты көркем, тарихы терең елді мекен. Таудың баурайына орналасқан бұл ауылда жасыл желек желмен тербеліп, таң шапағы егін алқаптарына алтын нұрын себеді. Табиғаттың тынысы мен адамның тіршілігі үндестік тапқан осы ауылда бір жанұяның өмір жолы көпке үлгі болып келеді. Бұл Нарбековтер әулеті. Нарбековтер әулетінің үлкені 80-нен асқан ақсақал Үсен Нарбеков. Ол бүкіл саналы ғұмырын елдің өркендеуіне арнаған еңбек адамы. Жастайынан қолына кетпен ұстап, даланың да егіннің де жайын жетік білген Үсен ата агроном мамандығын игеріп, ауыл шаруашылығында жемісті еңбек еткен. Ол тек маман ғана емес, жермен тілдескен, табиғатпен сырласқан дала перзенті еді. Мәртебе ауылы казармада 1946 жылы 30 март наурызда туғанмын. Содан Қарасуда Аржентиза мектепті 11 жыл сөрді бітіріп, 66 жылы оқуды бітіріп, содан кейін Казанский академияға оқуға түсіп, одан кейін жол болмады, не болмады, армияға алып қоятын болды, әке-шеше жібермей қойды. Жоқ, қайта келіп, 2 жылдан кейін ауыл шаруашылық институтқа түсіп, Алматыдағы. Соны 5 жылда бітіріп, содан кейін қара жұмысшы істедім, қойшыдан бастадым, қой бақтым, қара жұмысшы болып істеп, содан кейін колхоз маған бастамасында қырман алыш деді, қырман алдым, одан үлкен бригадаға помощник берді, оны басқардым. Содан кейін 1 жылдан кейін мені бір бригада организовать етті, 200 гектар бау, 120 гектар жүзім. Соны 20 гектар тутовник дейміз еле былайша, соны басқардым, 14 жыл соны басқардым. Содан кейін қызметті көтерді, специалист бойынша бас агроном колхозға 3 жыл бас агроном болдым. Одан кейін тағы 3 жылдан кейін тағы көтерді колхозға парторг қызметін. 13 жыл басқардым парторг. Сөйтіп мені алғанда 1 жыл колхоз бастықты оқуға кетті, одан соң сөйтіп жүргенде развал Совет дейміз ғой, содан мені алып, мен де бірінші осы жерден жекеге шығуға тырысып, өзіме 10 гектар жер алып, семьямды соған ары қарай немене қыла бердім. Үсен Нарбеков бір ғана отбасының ғана емес, тұтас ауданның құрметіне бөлінген азамат. Саналы ғұмырын ауыл шаруашылығына арнаған жан, қарапайым да қайратты. 91 жылы нене алып, осы өнген 92-де немене шашылды ғой, Совет Союзы шашылып нене алды. Сол кезде 2 балам оқуға түскен, бірінен кейін бірі оқуға түсті. Екеуі бірінші өзінің сокурсниктарына үйленді, олар 4-еу болды студент. Өнген 2 қызым оларды оқыды, 6-ауы, өнген кішкентайым бері уже 97 жылдан, 89 жылдан кейін 5-ші балы студент. Осы жылдары өте ақша жоқ, енді сол заман сол ақты кім мұғалым оқса, нақты айлығы бар, нақты табысы бар дегендей болып, бала-шағаның бәрін соған направлениемен оқыды. Үсен ақсақал бейнеттің зейнетін көріп отырған өнегелі әке. Қазір оның артында ізін жалғаған 5 перзенті, көз қуанышы болған 22 немересі мен 4 шөбересі бар. Бұл тек үлкен әулет емес, бұл тамыры тереңге жайылған бәйтерек. Әулеттің әрбір мүшесі аталары салған сара жолмен жүріп, еңбекқорлық пен бірлікке бейімделген. Әке болу да жақсы, бірақ ана одан артық. Біз азанда 5-те жұмысқа кетеміз, түнде келеміз. Үйде қалатын жаңағы анасымен балдар. Біз олар жаңағы Қабатовтың айтатындай, ана үйде атаң келеді, әкең келеді деп бұрыш-бұрыш соғыса, олар осындай біраз тәрбиені қаталдығынан немене алды. Айтқанымды істеп жүрді. Жаңағы үлкен балам
педагогикті бітіріп оқып жүрсе де, крестьянский хозяйствоны алып жүрдік, шаруашылықты. Соған тракторды айдап, ортада шауып жүрді. Мыналар сәл кіші болды, не алды, жүре бердік. Ал бұланшы, енді сәл немерелермен шөбере қиындау болып жатыр, дайындау, тәрбиелеу. Әулеттің үлкен ұлы Қуанышбай Нарбеков табанды да іскер азамат. Жастайынан әкесінің қасынан қалмай, ауыл шаруашылығының қыр-сырын меңгеріп өскен. Әкесінің өнегесі оны ауыл тіршілігіне етене араласуға итермеледі. Бала кезінен егістікке жұмыс жасап, жердің қадірін түсінген Қуанышбай ұстаздық мамандығын тәмамдаса да, өз жолын жеке кәсіпкер ретінде жалғастырды. 90 жылдардағы өте тығыл таяң қатты қиыншылық кездерде бізге өте жақсы жәрдем болып, бәрімізді оқытып, үйлендіріп, үй-жай қылып, өмірге жақсы бағыттар берді, еңбекпен тәрбиелеп отырды. Бала күнімізден осы үйде туып өстік, осы ауылдың бала күнімізден еңбегін әке-шешемізбен бірге көрдік. Мынау 90 жылдар қиын кездерде жұмыстың жоқтығы, еңбектің, табыстың болмауына байланысты біздер жеке кәсіпкер болдық. Әкеміздің ұсынысымен сол жеке кәсіпкерді біз жалғастырып жатырмыз. Негізі мамандығымыз педагог. Мерейлі отбасы деп менің түсінуімше бақытты отбасылардың бірі, әрқайсысы әке-шешенің ойдағыдай болып жатса, сол мерейлі отбасы деп ойлаймын өз басым. Құдайға шүкір, бәрімізді үй-жай қылып, орнына қойып, бәрі өз орнында. Қуанатынымыз сол. Менде 7 бала шағам бар. Үлкенім осы жерде логопед, дефектолог болып істейді ауданның орталығында. Екіншім Астанада, Назарбаев университетін бітіріп. Үшіншім, ол да Астанадағы түрік университеттерінің бірін бітіріп, ол да жұмыс істеп жатыр. Кейінгі қыздарым университетте, қалғандары мектепте, қазақ-түрік лицейінде оқып жатыр. Тәрбиенің балдарға жақсы тәрбие беру, біріншіден ата-ана өзі үлгілі болу керек деп ойлаймын. Ата-анаға қарап, қасындағы ортасына қарап өседі деп солай түсінемін. Әлеуметтік желіде көп тәрбиелік мәні бар нәрселер жүріп жатады, оның бәріне мен қосыламын деп айта алмаймын. Кейбір тәрбиелік мәні бар деп көрсеткенмен олардың толық қабылдай алмаймын мен. Өйткені қазақи тәрбие болғанын қалаймын. Нарбековтер отбасы үшін басты құндылық сыйластық пен татулық. Үйдің үлкені мен кішісі арасында шынайы құрмет бар. Дастархан басында әрбір әңгіме тәлім-тәрбие мектебі. Бұл отбасында бірлік пен береке бар. Сол себепті де оларды ауылдастары берекелі әулет деп атайды. Енді бұл ағайлардың мен араласып неғып жүргенімізге осынша жыл болса да, 40 жыл болса да, енді бұл кісілердің жамандығын көрген жоқпыз. Құдайға шүкір, жақсы сөйлейді, үлкендіктерін көрсетіп, жолға салады бәрімізді. Енді бұл кісілермен жақсы не аламыз, әйтеуір араласымыз неміз. Ағай енді осынша жылдан бері енді ағай міне өмір салтын ұстанып, салауатты өмір салтын ұстанып, күнделікті көшеде жүргенін көреміз. Мысалға, кешке қарай кетіп бара жатады, таң ата тағы көшеде жүргенін көреміз. Енді өзінің несі жақсы. Жастарға көрсетіп атқан үлгілері де жақсы, Құдайға шүкір. Огородтарын көрсең, қашан көрсең таптай болып тұрады. Бұл шаңырақ тек қабырғасы берік үй емес. Бұл ата дәстүрдің, әке мұрасының, ұрпақ жалғастығының символы. Осы шаттыққа толы үйдің иесі Әлібек Нарбекұлы. Ол да әке жолын жалғаған, топырақпен тілдескен, жерге жан тәнімен берілген жан. Агроном мамандығын меңгеріп, бүгінде жеке кәсіпкер ретінде шаруасын дөңгелетіп отыр. Мектеп осы ауылда мектеп бітіріп, мектепті аяқтағаннан соң
жоғары оқу орнын құрылыс мамандығын алып шықтық. Сонымен қазір мамандық бойынша да жұмыс жасаймыз. Сосын осы ауылда тұрып жатқандықтан қазір әкеміздің шаруа қожалығын қатарластырып алып жүргізу міндеті бізге қалды. Сол себепті қазір соны жүргізіп жатқан жайымыз бар. Шаруа қожалық 1992 жылда ашылған. Сол кезден бері үзіліссіз жұмыс жасап келе жатыр. Жылдық мемлекеттен көмек ретінде дәрі-дәрмекке, жағармайға алып тұрамыз, жеңілдетілген бағамен. Осы соңғы кезде тракторлар алдық, осы мемлекеттен жеңілдетілген бағамен трактор алып, сол шаруа қожалығымызды жүргізіп жатқан жайымыз бар. Енді қосымша жоспарда мал шаруашылығында қосып, үлкейтіп, ары қарай естіп жатырмыз, тағы да бағдарламалар ашылып жатыр. Сондай мал шаруашылығы қожалығын жүргізу, қатар алып жүру мүмкіндіктеріміз бар. Қазіргі жағдайда картоп, пияз, сосын мынау бидай жоңышқа егіп отырмыз. Бұл шаруа қожалықты жүргізу, жаңағы айтып отырмын ғой, құрылысшы мамандығын алғаныммен, осы құрылысшы мамандығын осы шаруа қожалықпен ұштастырып алып жүрген жайымыз бар, екеуін бірге. Ал енді бұған келу себебім, бірінші енді мен осы қара шаңырақта қалып, осы ауылда қалып, осы шаруа қожалықты жүргізу міндеті маған жүктелді. Себебі бұған келу қалай келдіңіз дегенде, бала кезден осыны жүргіздік, бала кезден осының жаңағы шөбін шаптық, суын тарттық. Сонымен сол қожалықты жүргізу былайынша қатты қиындықтар тудырмайды. Сол себепті сол қожалықты жүргізу міндеті өзімізге қалды. Сол себеп сондай болып қалған шығар. Жаңағыдай айтады ғой, әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер дегендей, әкеміздің агрономдық агроном мамандығы мен қазір өзіміздің мамандықты қатар алып ұштастырып жүріп жатқан жайымыз бар. Әлбек Нарбеков үшін егін тек кәсіп емес, бұл жүрек қалауы, өмірлік ұстаным. Еңбектің шын қадірін әке жанында жүріп бойына сіңірген ол қара шаңырақта сақтап қана қоймай, сол шаңырақтың абыройын арттырып келеді. Енді үлкен үйде қалып, осы қара шаңырақтың иесі болу қиындық деп айтып жатады қазіргі жастарда. Мүмкін ол қиындық емес шығар, үлкен жәрдем шығар. Бұл үлкен құрметке ие, мәртебе деп айтсақ та болады. Сол себепті бұл әрбір біздің мынау Азия халықтарының немесе біздің өзіміздің қазақи дәстүрімізге сай ең кіші бала қалу бар ғой дәстүрімізде. Сол дәстүрдің жалғасы ешқандай бір қиындық көрген емеспін. Тек қана бір қайтаға артық жәрдемдері бар деп айтсам да болады. Кез келген уақытта үйде үлкен кісі бар деп басқа жақтарға, ұзақ жолдарға шығып кетуге мүмкіндіктер туып отырады. Балаларымыз енді өзімізге қарап өседі бірінші кезекте. Мүмкіндігінше өзімізді тәрбиелеуге әрекет жасаймыз. Жаман қылықтарды енді пендешілік болған жерде оны балаларға көрсетпеуге тырысамыз. Балалар біздің болашағымыз, сол себепті оларға ондай жаман қылықтар көрсетпеуге тырысамыз. Ал тәрбие беру ол тәрбиенің басы, мен ойлаймын, еңбекте. Өзің еңбегіңмен көрсете білу, ол соған қарай ілеседі. Себебі өз көріп өстік, әкеміздің де, әкелердің де көрдік. Сонда еңбек адамды мінезге айналдырады дейді ғой. Сондай бір мінез пайда болады, қарапайымдылық, шаруалылық. Және ол тәрбие ешқашан адастырмайды. Солай қалыптасып жүріп жатқан жайымыз бар. Балаларды солай тәрбиелеп отырмыз. Үсен Нарбеков жасы 80-нен аса да еңбектен қол үзбеген санаулы қарияның бірі. Таңмен таласа оянып, күніне бірнеше шақырым жаяу жүріп қайтуды күнделікті әдетке айналдырған. Одан кейін бау бақшасына бет алып, көкөніс пен жеміс ағаштарына өзі күтім жасайды. Жермен тілдесіп, кетпенін серік еткен қарттың ширақ қимылы мен шынайы ықыласы таң қалдырады. Қазір мұндай еңбекқор, сергек қариялар өте сирек. Үсен ата көпке үлгі болар дара тұлға. Әкем күнде таңертеңгісін өзінің жаттығуларын жасап, салауатты өмір салтын ұстанып жүргенін көріп отырамыз. Одан кейін алысқа бармай, өзіміздің бау бақшамызға қарап жатады.
Оның өзі әкемізден әлі бүгінге дейін, міне осы кезге дейін беріп жатқан тәрбиесі деп ойлаймын. Әлі күнге дейін әкемізден алатын үлгі өнегеміз көп деп ойлаймын. Ол кісілердің былайынша таусылмас қазына олардың әрекеттері. Нарбековтер отбасында түрлі салада қызмет етіп жүрген мамандар бар. Бірі агроном, бірі құрылысшы, енді бірі ұстаз, дәрігер, тіпті балалардың тілін түзеп, болашағына бағыт беретін логопед те бар. Әрқайсы өз таңдаған жолмен алға басып, кәсібін шын ниетімен атқарып келеді. Бұл жанұяда мамандық таңдауға еркіндік пен қолдау бар. Үй ішіндегі әрбір әңгімеден білімге, еңбекке деген құрмет сезіледі. Сол себепті де бұл отбасында тәрбиеленген әр бала өз орнын тауып келеді. Біздің атамыз, Үсен атамыз өте еңбекқор адам деп айта барамын. Әрдайым бізге айтып отыратыны, қандай салада қызмет атқарсаңдар да өте адал болыңдар, еңбектеріңе адал болыңдар деп айтады. Және де ол кісінің ұстанымы, яғни салауатты өмір салтын ұстайтындығы, еңбекқорлығы маған өте қатты ұнайды. Ал және де әкеміз болсын, аналарымыз болсын, барлығы да сол кісіге қарап, сол кісінің айтқаны болады біздің үйде. Сол кісіні сыйлаймыз барлығымыз. Ол кісіден асып кетпейміз. Және де бізде, біздің отбасымызда кез келген мейрам, яғни айт мейрамы болсын, наурыз мейрамы болсын, осы шаңыраққа келіп, барлығымыз жиналып, кез келген мейрамдарда ол дәстүрге айналған. Негізгі мамандығым логопед дефектолог. Мен ол салада 7 жылдан бері қызмет атқарамын. Қазіргі таңда өте жаңағыдай дефектпен балалар көп қой. Сондықтан да мен басты негізгі қалаған мамандығым дәрігерлік болған. Ал дәрігерлік саласына өкінішке орай салмадым. Ең бастысы адамдарға көмектесу болғандықтан, бұл да дәрігерлік салаға өте жақын болғандықтан мен осы саланы таңдадым. Нарбековтер әулеті өмір жолында өздерінің айқын мақсаты мен бағытын тапқан. Бұл отбасы үшін ең басты құндылық еңбек пен бірлік, ал ең маңыздысы өзара сенім мен құрмет. Дәл осындай мерейлі отбасылар еліміздің тірегі.